Жастар ата-енемен бірге тұру міндет па? Менің айналамдағы адамдардың пікірі екі топқа бөлінеді. Бірі дұрыс көрсе, екіншісі кері көзқараста. Өз отбасымды алатын болсам, біз 8 жыл бөлек тұрдық. Мен сәті келген сайын бірге тұрайық деп қолқа салатын, бірақ менің атам мен енем бөлек тұруды қалайтын. Қазір бірнеше айлар болды, біздер бірге тұрып жатырмыз. Плюстары, жолдасымыз екеуміз өз жұмыстарымызбен айналысып, балалар толықтай сеніп қалдырып кете береміз. Балалар әрдайым тамағы тоқ, сабағына, кружоктарына уақытылы апарып әкелетін адам бар. Тамақ істеулі, үйде ет продукты, баланың подгузнигіне дейін әрдайым запасымен тұрады. Режимімізде бір қалыпқа келдік. Сухомятка жей салайық деген жоқ, міндетті түрде ыстық тамақ әзірлейміз. Минустары: таңертең ерте тұрып сәлем салу керек, постоянно басыңда орамал тағып жүруің керек, және шай әрдайым ып-ыстық болып тұру керек. Қалжыңдаймын әрине. Мен шығыстың келінімін. Сәлем салу да, орамал тағу да жоқ. Шайды да суытып, суық шай ішеді. Бұл тақырыпта сіздің ойларыңыз қандай?